Барлықтарына сәлем достар, сендермен бірге мен Айкүн. Бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің оқыған кітаптарым туралы айтып беретін боламын. Мен осы жаз басталмай тұрып өзіме көптеген мақсаттар, жоспарлар қойғанмын заметкеға. Сіздер оны экраннан көре аласыздар. Осындай көптеген жоспарлар қойғанмын. Олардың көбісін орындадым. Кейбіреулерін орындамадым, себебі менде оған мүмкіндік болған жоқ. Және де менде ол жақта жоспарларда, мақсаттарда бір маңызды нәрсе болған. Ол кітап оқу. Жаз басталмай тұрып, мен өзіме мақсат, цель қойғанмын. Осы жазда екі кітап оқып бітірем деген, осы бітіруім керек деп соны жазып қойғам. Жаз басталды, июнь болды. Июль болды, мен лагерьге кетіп қалдым. Июльдің соңында келдім лагерден. Потом мен Қызылордаға кеттім, Түркістанға барып келдім. Сөйтіп августтың уже 7-сі болды уже. Потом ойладым, қой, кітап оқу керек еді ғой деп. Мен кітап оқи бастаймын. Мен алдымен осы «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітапты оқып бастадым. Джордж Клейсон авторы. Көп адамдардың айтуынша, это книга будущего миллионера. Болашақ миллионердің кітабы. Бұл кітапты қазақша айтқанда жасөспірім кезден бастап, мектеп кезден бастап оқысаңыз, сіз көп нәрсені түсінесіз, және сіздің ойлауыңыз басқаша болады. Уже өскен сайын дұрыс және жақсы ойлана бастайсыз осы кітаптың арқасында. Бұл кітапта бізде 174 бет. Мен бұл кітапты бір аптада оқып бітірдім. Қалай десеңіздер, маған өте оңай болды. Бұл кітапты оқып бітіру ең басында қиын болады. Себебі сендер көп сөз түсінбейсіңдер. Кейін уже 30-38 беттерге келгенде түсіне бастайтындарды көп нәрсені. Қысқаша айтқанда, бұл жақта, бұл кітаптың ішінде бір ғана басты кейіпкеріміз, бұл жақта неше түрлі кейіпкерлер бар. Бір ғана оқиға емес, көп оқиғадан алынған, Вавилонда болған көп оқиғалар. Бұлардың барлығы, бұл кітаптың ішіндегі оқиғалардың барлығы бай, ауқатты адамдар туралы, Вавилондағы олар қалай өзінің осындай жетістіктеріне жеткендері туралы айтылады. Мен ойымша, бұл кітап ең қызық кітап болды. Мен оқыған кітаптардың бірінде. Мен негізі көп кітап оқымағам, бірақ маған бұл кітап өте қызық болды. Кітапта көптеген цитаталар бар, мудрый советтер бар, өте көп кеңестер бар. Қазір цитатаға бір мысал келтірейін. Мы не можем обойтись без соответствующей защиты. Вот, мына жерде жазылып тұр. Әр бөлім біткен сайын цитата. Оқуға кеңес беремін, ойланбай, осы кітапты бір жерден көрсеңіздер, сатып ала беріңіздер, өкінбейсіздер. Ал келесі кітап мен қасымда тұрған жоқ, және мен оны басқа жерге салып тастадым, өкінішке орай. Ол кітапты сіздер экраннан көре аласыздар. Аты «Самый великий торговец в мире». Бұл кітапты мен 4 па 3 па күн ішінде оқып бітірдім. Бұл кітап бізде ең ауқатты сатушылар туралы, сатушы туралы. Хафид деген сатушы болады, адам болады. Ол басында әшейін түйелерді айдап жүретін адам болған. Оның айлығы, конечно, өте төмен. Былай айтқанда, оның өзінің асырап алған әкесі болады. Оның әкесі сол кездегі өте бай ауқатты адамдардың бірі болған. Ол қалай өзінің байлығына жеткен ешкім білмеген. Бірақ ол бұл құпияны өзінің баласына айтқан, Хафидқа. Хафид ол құпияны білгеннен кейін сол әкесінің айтқан кеңестерін күнде ойлап, солармен жұмыс жасай білгенде, ол өзінің кезіндегі ең бай ауқатты адамдардың біріне айналды. Былай айтқанша, ол ең великий сатушы, торговец болды. Ол бұл жетістікке қалай жеткені туралы айтылады. Бұл жақта бірақ қана история, бір ғана басты кейіпкер, ол бізде Хафид. Және де соңында оның әйелі туралы айтылады, оның досы туралы, оның әкесі туралы. Өте қызық история. Оқуға кеңес беремін. Және менің қазір оқып жатқан бір кітабым бар, Абылай хан деген. Қазіргі кезде мен осы кітапты оқып жүрмін, Абылай хан. Бұның ішінде 400 бет. Бұл жерде Абылай асуы бөлімдерінде
бұқар жырау, міне сүйінбай, үмбетай, тәтіқара, екінші бөлім дастандар, тарихат, батыр баян. Бұл кітап негізі 7 сыныптың бағдарламасы бойынша жасалған. Если сендер осы кітапты оқып бітірсеңіздер, просто оқысаңыздар, сіздерге 7 класстың тарихын оқу вообще керек емес болады. Бұяқта барлығы бар. Жоңғарлар шапқыншылығы туралы, қазақ жоңғар соғысы, барлық 7 сыныптың бағдарламасы бар тарихтың. Міне даже өлеңдер бар Мұхтар Әуезовтың. Уәлибақаның нәсілі, Әбілфейіз хан, солар туралы барлық мәліметтер осы кітаптың ішінде. Ал енді достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздермен болған мен Айкүн. Барлықтарыңызға пока!